Мальдив Республикасы ислам мемлекеті болып саналады, және жұма күні бұл елдің тұрғындары үшін демалыс. Бүгін жұма намазды Мальдив Республикасында өтеу бұйырыпты. Тодду аралындағы мешіттен жұма намаздан шықтым. Бұл малеліктер әминді іштен айтпайды екен, сырттан айтады екен, айғайлап. Ана 200 адамның ортасында тұрып қалған бағана. Хорым бәрі әмин деп айғайлап жүрген кезде шошып кеттім. Бізде имамдар айтады ғой, әминді іштен айтыңдар, іштен айтыңдар деп. Сондай қызық жағдай орын алды. Тағы бір байқағаным, ер азаматтардың барлығы қолдарына жетектеп балаларын ертіп жұма намазға келіп жатты. Видеоға түсіргім келді. Бірақ ыңғайсызданды мен. Бөтен елде, бөтен дәстүр, бөтен салт дейді ғой. Қайырлы күн, біз Мальдивыйда 3-ші күнбіз. Бүгін басқа пляжға келдік. Өте әдемі пляж, тып-тыныш, жан жоқ. Бүгін фото-видеоға түсеміз. Бізде қазір видеосъемка, фотосъемка болады дронмен. Джуманджи фотосы деген жігіт. Джуман екен. Джуман. Джуман. Қазақ екен. Мына жігіт. Пляжда жатырмыз, кітап оқып жатырмыз. Бүгін 3-ші күн. Сол, жалпы Мальдивы. Не айтса болады Мальдивы. Мальдивы күшті, тыныш, адамдары спокойный, придираться етпейді. Шри-Ланкадағыдай қасыңа келіп сөйлей бермейді, сұрай бермейді. Наоборот, кішкене ұялшақ. Қасына барып сұрасаң, бір нәрсе сұрасаң, андай болып тұрады. Айтайын ба, айтпайын ба деген сияқты. Сосын пляжда біз жатқан жерде көп емес адам. Жалпы пляждарда адам көп емес. Пляж өткені көп. Адамдар жан жақта жүр. Тағы не айтса болады. Мальдивыйдың тамақтары күшті. Күшті дегенде енді қазақтың беш бармағына жетпейді. Бірақ андай балықтары күшті. Біз туна деген балықты жедік. Тунец қой. Дәмді өте. Оны еще андай гриль қып жасайды олар. Барбекю сияқты. Жоқ, наоборот, гриль емес, барбекю сияқты қып жасайды. И андай күшті болады, сочный. Сол, тамақтары жақсы. Гарнирға рис бере береді, күріш. Бірақ біз фри сұрап жатырмыз, өйткені бұл жақтың рисы бір шыны керек Қызылорданың күріш сияқты емес. Дәмі жоқ вообще. И сол үшін біз фри сұрап жүрміз, бірақ рис береді. Сосын салаттар күшті. Салаттар андай, қалай айтса болады, свежий прям. Фрукты, овощтардан түрлі-түрлі салаттар бар. Біз әр түрлі жерге барып жүрміз. Тамақтардың бәрін көру үшін. Жалпы тамақ көңілден шықты. Шри-Ланкада бәрі аш деді ғой, ашшы. Ал бұл жерде ашты емес. Бізді местный адамдар мына пляждан қуып жіберді. Себебі бұл пляж местный адамдарға арналған. Осы жердің жергілікті тұрғындарына. Бұл жерде шортымен, жалпы купальникпен, футболкасыз жүруге болмайды. Сондықтан басқа пляжға барыңдар деді. Біз жақсы дедік те басқа пляжға бара жатырмыз. Не Мальдивы? Тура Алакөл сияқты. Біз Мальдивыйдағы 3-ші күнді аяқтап жатырмыз. Қазір кешке қарай закатты көру үшін пляжға бара жатырмыз. Сол, жалпы не айтуға болады. Мальдивы өте тыныш, өте таза деп айтуға болмайды. Арал кішкене қоқыс ташылып жатыр. Және бұл жерде ерекшелік мынандай. Мемлекет діни мемлекет, ислам дінінің ұстанатын мемлекет.
Және бұл жерде көшеде, жалпы қоғамдық орталарда көп әйел адамдарды көрмейсің. Осы елдің әйел адамдарын, олардың көп үйде отырады, және бұларға арнайы пляж бар. Сол осы елдің адамдары кеп шомылатын, демалатын. Ал бағана біз байқамай сол пляжға кіріп кетіптік. Бізді сол жақтан 1-2 сағат шомылып болғаннан кейін шығарып тастады. Себебі бұл жерде местныйлар демалады деді. Сондай. Ал жалпы тып-тыныш Шри-Ланкада анандай болды. Адамдар Шри-Ланканың адамдары келіп қайта-қайта мазаңды алып, ананы сұрап, мынаны сұрап, бізде мынандай бар, анандай бар деп предлагать ете береді. Мына жерде мүлде мұндай емес. Тып-тыныш, керісінше сұрақ қойып барсаң, жауап беруге ұялып тұрады адамдар. Адамдар өте ұяң. Енді бұл діни мемлекеттің болғандықтан деп ойлаймын өзім. Сол. Рахмет. Кокос, дыня, ананас, арбуз. Сосын не мынау? Папайя дедің ба? Папайя вроде, да. Ой. Біз мынандай арбузбен не алдық, папайя алдық, Мой велосипед, чтобы я таскала. У меня нету рецепта. Thank you. Thank you. Welcome. Андай керемет пляжға келдік. Адамдар дәл мына жерге велосипедтерін қойып қойған. Біздің де велосипед қойылып жатыр. Сол, қазір пляжды көреміз. Привет. Ұялып қалды. Айта кететін, Ресей елінің азаматтары өте көп бұл аралда. Әзірге өзіміздің қазақтарды көрген жоқ. Міне мынандай пляжға келдік. Бұл жерде кішкене адамдар көп екен. Қазір күн батайын деп жатыр. Закат. Пляждамыз бірінші рет елейміз, что каждый не ходим. Последние 3 дня теперь будем здесь. Күнде кешке қарай осында боламыз енді. Кешке қарай өте керемет екен. Мына кереметті қараңыздар. Керемет, е? Хай! Қарамайды, адам настроение жоқ.